Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен универсальный қамыр рецептімен бөлісетін боламын. Осы видеода пирожкиді сосиски в тестен майға қуырып және пеште пісіріп көрсететін боламын. Жұмсақ болып піседі, ортасы толықтай пісіп шығатын болады. Және де пицца мен конверт сэндвич рецептімен бөлісетін боламын. Универсальный қамырға бізге керек болады ыстықтау су, сүт, маргарин немесе май, тұз, қант, ашытқы және де ұн. Осылардың граммовкаларын мен описаниеда қалдырып кететін боламын. Алдымен маргаринімізді салып аламыз. Оның үстіне қант, тұз, ыстықтау суымызды құямыз. Майымыз ерігенше қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Сүт қосамыз. Осы кезде сұйықтығымыз жылы болу керек. Үстіне ашытқы қосамыз. Қолымызбен осылай барлығын араластырамыз да, ұнды аз-аздан салып, қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірнеше рет бөліп саламыз. Осылай қолымыздың көмегімізбен араластырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Описаниеда көрсетілген граммовкадан көп салмаймыз, қыздар. Себебі, егер де сіз көбірек ұн салсаңыз, оның қамырыңыз қатайып қалады. Сосын пирожкилердің ортасы піспей қалады. Міне осындай қамыр болып шықты, жұмсақ, бірақ қолға жабыспайды. Қамырдың үстіне кішкене сұйық май құйып, қамырдың жан-жағына жағатын боламыз. Енді осы кезде қамырымызды жылы жерге 50-60 минутқа алып қоямыз. Қамырымыз көтерілгенше пирожкидің начинкасын дайындаймыз, яғни салмасын. Ол үшін мен 4 дана орташа пішінді картоп алдым. Видеода көрсетілгендей турап алдым. Бөлек ыдысқа салып, үстіне су құйып, дәміне қарай тұзын салып, картопты пісіріп аламыз. Картоптарымыз пісті, енді оны езіп аламыз. Үстінен май саламыз. Май пюреге өте керемет дәм беретін болады. Оның үстіне қара бұрыш саламыз. Мына жерде мен тұз қосқан жоқпын, себебі пісіретін кезде мен алдын ала тұзды салып алдым. Егер де сіз тұз алдын ала салмаған болсаңыз, осы жерде тұз қосып жіберсеңіз болады. Барлығын мен дәміне қарай қостым, жақсылап араластырып алдым. Мен кішкене сүт қосып жібердім. Бұл міндетті емес. Егер де сіз сатуға жасайтын болсаңыз, начинкасына, яғни салмасына сүт қосудың керегі жоқ. Тек қана қара бұрыш, тұз, кішкене май қосып жіберсеңіз болды. Қамырымыз көтерілді, жылы жерде тұрып, осындай әдемі қамыр болып шықты, қолымызға жабыспайды. Енді осы қамырды бөліп шығатын боламыз. Оның үшін бізге таразы керек. Таразының көмегімен пирожкиге, сосиски в тестеге и пиццаға, сосын конверт сэндвичке бөліп аламыз. Сосиски мен пирожки в тестеге 65 граммнан бөлемін. Сонда менде 10 штук пирожки, 10 штук сосиски в тесте шығады. Осыдан қалған қамырды мен 100 граммнан бөлетін боламын. 10 штук қамыр шығады. Оның 4-еуінен мен пицца жасаймын. Қалған 6-ауынан конверт сэндвич жасайтын боламын. Сонымен қатар, егер де қамыр қолыңызға жабысып жатса, кішкене ұнға батырып алсаңыз болады. Және де осындай дөңгелек форма жасағаннан кейін де ұнға батырыңыз, міндетті түрде содан кейін столдың үстіне қоясыз. Ұнға көп батырмаймыз, себебі қамыр бірікпей қалады бір-бірімен. Барлығын бөліп болғаннан кейін бетін міндетті түрде жауып қоямыз. 20-30 минутқа расстойкаға қоятын боламыз. Алдымен пирожкиден бастаймыз. Ең бірінші бөлінген тестадан бастаймыз. Яғни бұл жерде видеода көрсетілгендей, тек қана ортасын ғана саусақтарымызбен осылай басып шығамыз үстінен. Егер де қамыр қолыңызға жабысып жатса, кішкене ұнға батырып алсаңыз болады. Осындай форма шығады. Сосын осы қамырлардың үстіне начинканы мен толтырып салдым. Бірақ егер де сіздер ашылып кетеді деп ойласаңыздар, алдын ала өзіңіз үшін бірінші орташа көлемде салып алсаңыз болады. Енді қамырдың екі жағын жақсылап біріктіреміз, ашылып кетпейтіндей етіп, видеода көрсетілгендей жасаймыз. Енді пирожкиді кішкене ұнға батырып аламыз. Қайсысын бірінші түйдік, содан бастап форма жасайтын боламыз. Форма шығарған кезде қай жерінен түйдік, сол жерінен үстінен басып шығамыз. Қатты баспаймыз, ақырындап жәйменде форма шығарамыз. Келесі сосиски в тесте жасайтын боламыз. Енді қамырымызды алып, осылай лағманға созған сияқты ұзын қылып созамыз. Қатты жұқа болып кетпеу керек, қатты қалың болмау керек. Қатты қалың болса, майға қуырылған кезде ортасы піспей қалады. Видеода көрсетілгенде ұзын қылып осылай жәймендеп, қатты баспаймыз қамырдың үстінен. Осылай созып жая береміз қолымызбен.
Енді сосисканы қамырдың бір жағына қоямыз да бірінші басын біріктіріп аламыз. Содан кейін осындай видеода көрсетілген форманы шығарамыз. Ақырындап соза отырып, орталары ашылмау керек. Осының барлығын болған соң ең соңғысын қамырдың екінші жағын ішіне кіргіземіз да жабыстырамыз. Келесі конверт сэндвич жасайтын боламыз. Қамырымызды оқтаудың көмегімен жақсылап жайып аламыз. Қатты жұқа болмау керек, сосын қатты қалың болмау керек. Орташа қалыңдықта болады. Шеттері кішкене қалың болып жатса, қолымызбен басып жібереміз. Енді сұйық майды қамырдың барлық жеріне шетіне дейін жақсылап молынан тигізіп жағамыз. Қамырды ортасынан бір-біріне беттестіреміз. Одан кейін жан-жағына сұйық майды жағып шығамыз. Молынан жағыңыздар. Оның ортасынан тағы да бір-біріне беттестіреміз. Осындай форма шығады бізде. Енді оны противенге салып, бетін жауып, расстойкаға қоямыз 20 минутқа. Келесі пиццаның қамырын жаятын боламыз. Қатты жұқа қылмаймыз, қатты қалың қылмаймыз. Дөңгелек формада жайып қоямыз да расстойкаға қоямыз 20 минутқа. Менде осылай шықты. Енді бетін жауып 20-30 минутқа расстойкаға қоятын боламыз. Қамырларымыз осындай әдемі болып көтеріледі расстойкада тұрған соң. Одан кейін бетіне жұмыртқаны жағамыз. Конверт сэндвичтің бетіне қалауыңызша күнжіт сепсеңіздер болады. Майды алдын ала жақсылап қыздырып аламыз. Пирожкиді салғаннан кейін баяулатамыз. Орташа отта пісіріп аламыз. Міндетті түрде орташа отта пісіру керек, өйткені қатты қызып тұрған майда астын қатты қойып пісірсеңіз, онда пирожкидің орталары піспей қалады. Барлығын салып болғаннан кейін, шамамен 15-20 секундтан кейін екінші жағына аударамыз. Кезекпен аудара отырып, пирожкимізді пісіріп аламыз. Міне бізде осындай әдемі түсті пирожки пісіп шықты. Ақырындап майдан аламыз. Сосиски в тестінде пісіргенде, пирожки пісірген сияқты екі жағын кезекпен аударып отырып пісіреміз. Орташа отта пісіру керек. Пицца мен пирожкиді духовкада пісіріп алатын боламын. Пирожкидің бетіне алдын ала жұмыртқа жағып алдым. Пиццаның қамырының бетіне кез келген кетчупты жағып алдым. Кез келген колбасаны қойып шықсаңыздар болады. Одан кейін үстіне орегано деген приправаны қостым. Пиццаға ерекше дәм береді. Содан кейін сырды теркадан өткізіп бетіне салып алдым алдын ала. Қызып тұрған духовкада 220-230 градуста пісіріп аламыз. Пиццаны 15 минут, 10 минут пісіреміз. Асты қызарса болды. Сразу духовкадан шығарып аламыз, ал пирожкиді 25-30 минутта пісіреміз. Сэндвичтердің ортасына салу үшін қиярды, қызанақты, сосын колбасаны, кез келген колбасаны осылай турап аламыз. Піскен булочкамыздың ортасын осылай ашамыз. Ең бірінші жағына майонез, сосын кетчупты жағып аламыз. Колбаса, қияр, қызанақ, одан кейін сырымызды саламыз. Конверт сэндвичіміз дайын. Осындай әдемі болып барлығы пісіп шықты. Егер де осы рецепт сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп лайк басып комментарий қалдырыңыз. Ас болсын.